Енді әрмен қарай біз сіздермен вебинарымыздың екінші бөліміне көшеміз. Бұл екінші бөлімінде нақты ChatGPT Edu платформасының интерфейсіне тоқталынамыз және жеке профильді қалай жекелендіру қажет деген сияқты интерфейстегі негізгі бүйірлік мәзірлермен танысатын боламыз. Ең алдымен ChatGPT Edu платформасына көшеміз, иә. Және көріп тұрғандарыңыздағыдай, бұл кәдімгі ChatGPT платформасынан анағұрлым айырмашылығы жоқ. Дәл сол интерфейс деп айтсақ та болады, иә. Енді ең алдымен сіздермен жалпы қандай бөлімдерден тұрады, сол туралы айтып өткім келіп тұр. Ең бірінші бүйірлік мәзір, иә, осы бүйірлік мәзір арқылы сіздер жаңа чаттар құрай аласыздар, проекттер жасай аласыздар, иә. Және қандай да бір береке немесе қандай да бір мүмкіндіктер болса, немесе қандай да бір нақты жасалынатын жұмыстар болса, оны алдын ала белгілей аласыздар уақытын, иә. Дәл сол сияқты суреттерге тоқталынуға болады, және де мұнда кітапхана, иә, мұнда бізде барлық осы сіз чатқа жүктеген материалдар, файлдар осының ішінен табуға болады. Енді мынау негізгі жұмыс орны. Осында сіздер өзіңіздің ұсыныстарыңызды жазасыздар. Енді осы ChatGPT Edu платформасын жеке өзіңізге жалпы өзіңіздің ыңғайыңызға қарай қалай жекелендіруге болады, иә. Ол үшін осы бөлімді басып, мұнда персонализация бөліміне өтеміз. Негізгі параметрлерге көшеміз. Осы жерде мысалы тілін ауыстыруға болады. Көп жағдайда ChatGPT Edu платформасы бізде орыс тілінде болып келеді, иә. Мысалы соны қазақ тіліне ауыстыруға болады. Міне бізде енді ChatGPT Edu платформасы толығымен интерфейсі қазақ тіліне ауысты. Енді мұнда түсін таңдауға болады. иә, бұл батырмалардың түсі. Бұл қатты маңызды болмауы мүмкін, дегенмен де мысалы әдепкі қалыпты жағдайда болса, мысалы мен күлгін түсті таңдағым келіп тұр, иә. Және жалпы интерфейстің көрінісі режим, иә, жарық режимде болуы мүмкін, немесе егер сізге қараңғы режимде жұмыс істеген ұнаса, онда қараңғы режимге қоюға болады. Мен жүйелі түрде қалай негізгі баптаулар қалай солай қалдырдым. Яғни міне жалпы бөліміне өтіп, осындай негізгі жекелендірулерді өзіңіздің жұмыс істеу ыңғайыңызға қарай құрастырып алсаңыз болады, иә. Және мұнда негізгі стиль, яғни ChatGPT Edu сізбен сіздің ұсыныстарыңызға жауап қайтару стилін таңдауға да болады, иә. Мұнда әдепкі, кәсіби, жылы шырайлы, ашық, ерекше, тиімді деген сияқты түрлі стильдер бар. Одан бөлек сипаттамалар, иә, мұнда да жаңағы әдепке сай сипаттамалары көбірек болуы мүмкін, немесе ол азырақ болсын десеңіз, осы екеуін біреуін таңдауға болады. Әдепкі дегеніміз бұл қалыпты жағдайда өзінің негізгі параметрі болып табылады. Тақырыптар тізімі, иә, мысалы көбірек болуы мүмкін, азырақ болуы мүмкін деген сияқты. Одан кейін мұнда чат сізге жауап берген кезде оған жаңағы эмодзи, яғни түрлі смайликтер көп болсын десеңіз көбірек таңдайсыз. Егер мүлдем смайлик қажет емес, жаңағы кәсіби стильде болсын десеңіз азырақ қоюға болады. Егер де арасында болады десеңіз, онда қалыпты жағдайдағы режимді таңдауға болады екен. Жалпы осындай жекелендіру бөліміне өтіп, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай параметрлерді реттеп құрастырып алуға болады. Енді ары қарай біз ChatGPT Edu платформасына тоқталынамыз, иә. Енді осы тұста айтып кететін жайт, мұнда біз үнемі чатпен жұмыс жасаймыз, иә. Көріп тұрғандарыңыздай бізде чат ашылып тұр. Осы бөлімде, осы тұсқа біз жаңағы өзіміздің ұсынысымызды, яғни сұрауымызды жазамыз, иә. Мысалы мен фотосинтез үдерісін түсіндір деп жазамын, иә. Және мына қосу белгісімен осы чатқа файлдар қосуға болады, иә. Және мынау батырмамен дауыспен, яғни егер де сіз термей батырманы, иә, немесе тек қана дауысты қосып, яғни осылайша жауап беруге болады, иә, сонда
микрофон арқылы сіздің ұсынысыңыз бірден чатқа түседі. Одан кейін ондағы батырманы басып, сіз осы ұсынысты чатқа жібересіз және ол бойынша кері байланыс алуға болады. Енді ары қарай да жалғастыратын болсақ, осы тұста мен айта кететін нәрсе, чат және жұмыс режимдерімен таныстырғым келіп тұр. Иә, чат дегеніміз және жұмыс дегеніміз не, иә? Бұл бізде екі режимнен тұрады платформа. Чат дегеніміз, мұнда мысалы сұранысты енгізгенде, сұранысымызды енгізгенде, бұл бізге кәдімгі чат-бот сияқты қызмет атқарады. Яғни біз сұрақ жазамыз және сол сұраққа белгілі бір бөлімде жауап береді, иә. Көріп тұрсаңыздар, міне фотосинтез үдерісін түсіндіріп жібердім және сол үдеріске сай маған сұрағыма сай жауап берді. Яғни осылайынша ары қарай да жұмыс істеп, қысқа сұрақтар қойып, жалғастыруға болады, иә. Бұл кәдімгі чат ретінде жұмыс істейді. Қосымша идея алғыңыз келсе де осы чатта жұмыс істеуге болады. Бірақтан мен жұмыс режиміне көбірек тоқталғым келіп тұр. Бұл жұмыс режимінің ерекшелігі, мысалы сіздер ұсыныс енгізесіздер және де осы жерде файлдарды қоса аласыздар, иә. Чат режимінде мысалы бізде көбінесе файлдарды қосу, үлкен көлемді файлдарды қосу қиынға тууы мүмкін, ал жұмыс режимінде үлкен жаңағы файлдарды қоса беруге болады. Мысалы, мен 10-шы сыныптың күнтізбелік тақырыптық жоспарын қосуыма болады, иә. Және осы бойынша ұсыныс енгізіп көрейік. Міне көрсеңіз, жұмыс режимінде бізде оң жаққа біз жүктеген ақпараттар дереккөздер негізінде жұмыс жасайды. Және де қаласаңыз, сіз осы чат ботқа айтуыңызға болады, ашық интернет желісінен басқа ақпарат алмай, тек қана мен жүктеген файлдармен ғана жүкте деген, жұмыс жаса деген сияқты, иә. Сонда ол сіздің жүктеген файлдарыңызбен ғана жұмыс жасайды және сол файлдар оның есінде қалады, иә. Келесі сабақта мысалы сіз келесі күні қайтадан осы КМЖ немесе КТЖ-ны жүктемей, бірден мен осындай чатқа, жұмыс режиміне осы күнтізбелік тақырыптық жоспарды жүктеген болатынмын. Сол бойынша екінші сабаққа, үшінші сабаққа маған жұмыс парағын құрастыр деген сияқты айтуға болады, иә. Енді жалпы тағы да бір рет айта кететін болсақ, чат дегеніміз чат режимінде біз қысқа, иә, әрі идеялық көмекші ретінде, кәдімгі чат ретінде қолдана аламыз және қысқа сұрақтарға қысқа жауаптар немесе сіздің ұсыныс промптыңызға қарай ол ұзақ, үлкен көлемді жауаптар беруі мүмкін, иә. Ал жұмыс режимінің негізгі ерекшелігі, бұнда біз жұмыс режимінде белгілі бір үлкен көлемді файлдармен, әртүрлі форматтағы файлдармен жұмыс жасай аламыз. Ол бізде Word форматтағы, PDF форматтағы, PowerPoint форматтағы файлдар болуы мүмкін. Және де күнделікті жұмыс режимін, күнделікті оқу үдерісінде осы жұмыс режимінде жұмыс жасаған ыңғайлырақ болып келеді. Осы екінші бөлімінде ең алдымен ChatGPT-ның интерфейсіне тоқталдық, иә, қалай оның жұмыс істеу аймақтарымен таныстық, және де профильді жекелендірдік, иә, қазақ тіліне ауыстырдық, түсін ауыстырдық деген сияқты. Одан кейін барып біз сіздермен интерфейстің бүйірлік элементтерімен таныстық, чат бөлімі, бүйірлік мәзір және құралдармен жұмыс жасауды үйрендік, иә. Атап айтқанда сіздермен жаңа чатты қосып, кәдімгі чат режимінде жұмыс істедік және де Work, яғни жұмыс режимінде жұмыс істеу ерекшеліктерімен таныстық, иә. Сонда чатты біз қай кезде қолданамыз деген сұрақ болса, онда сұрақ қою, түсіндіру алу, идеялар генерациялау, мәтіндерді, үлкен мәтіндер болса соны қысқартып негізгі мазмұнын сұрау, жедел іздеу деген сияқты жұмыстарды атқарылады. Ал жұмыс режимі ол бізде күрделі зерттеулер жүргізеді және де үлкен көлемдегі ақпараттарды талдайды, үлкен көлемдегі
файлдарды талдайды, иә, соның ішінде PDF, Word, PowerPoint файлдарын талдайды және де бірнеше қадамнан тұратын күрделі үдерісті жасай алады және де ең бастысы бұл ұзақ жұмыс жасауға арналған бөлім және осы бөлімде сіз мысалы толық 2026-2027 оқу жылында сол жұмыс режимінде жоба ашсаңыз, мысалы биология 10-шы сынып немесе 9-шы сынып деп, сол жобаның ішінде, сол папканың ішінде проект ретінде ұзақ соңына дейін, жылдың соңына дейін жұмыс істесеңіз, иә, жылдың соңында, жылдың басында айтқан бүкіл ақпараттар мен жұмыс парақтар, тағы да басқа ақпараттар есінде қалады және де оны сіз келесі жылы сіздің есіңізде қалмаса да ол жасанды интеллекттің есінде сол жобаның ішінде сақталынып тұрады. Қысқаша айтқан кезде чат жауап алуға көмектеседі, ал work режимі ол жұмысты толық орындауға бағытталған. Жалпы біздің екінші вебинарымыз осы интерфейс және чат work режимдері туралы болатын. Назарларыңызға рахмет. Үшінші вебинарымыз біздің нақты промпт және оны қалай тиімді қолдану бойынша болады.